Санат. Тыңдап отырмын. Құлағым сенде. Мен сені қызымен сағындым. Арке қалай? Жағдай жақсы ма? Жағдайы жақсы. Мен осында соны сұрау үшін шақырдым. Мен осы жерден шығаршы өтінем. Майра, әзілдеп тұрсың. Шығаршы деймін. Бекер келген екем. Егер сен мені шығармайтын болсаң осы жерден, Ақеркені ешқашан көрмейтін боласың. Міне айғақ. Артын оқы. Сен не? Бала болып кеттің бе? Мұны мен не дәлелдейміз? Қазір бұл жалғыз сенімді дәлел болып тұр. Бірақ мен түсініктемемді өзгертіп, маған қысым жасағандықтан жазғанымды айтамын. Сосын апан компаниялардың акцияларын ұсынып, мені сатып алмақ болғаным бар. Жіберген ақшаларың банкте көрсетілген. Инкар етуің сотталасыңдар. Сендермен бірге анаң да кетеді. Матаға керекті қаражатты есептеп қойдым. Енді жетіп қалу керек. Сен қамығып тұрсың ғой. Не болды? Әлде өзіңнің қиындықтарың бар ма? Иә. Күйеуіммен сөйлескен. Ол біздің іске қарсы ма? Қалай айтсам екен, ол маған фирманы өз атыңа аш деп жатыр. Қалай сонда? Фирмаға өз ақшасын құйып, содан кейін иесі атанбақшы. Демек, маған сенбей тұр. Гүлім ханым, бірақ бұл арамыздағы келісімді бұза алмайды. Біз бәрібір серіктес боламыз. Сөз берем. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Сіз туралы Іңкәр көп айтты. Енді танысқалы келдім. Қуаныштым, кіріңіз. Сәлем, Іңкәр. Қош келіпсіз. Біз шай ішкелі жатқан едік, бірге ішейік. Жоқ, рахмет, асығыспын. Келінім тігін цехын ашқалы жатқандарыңызды айтты. Еңіз әдем екен. Бірақ аздап жөндеу жұмыстарын жасаса артық болмас еді. Иә, рахмет. Ата-анамның үйі. Араға біраз жылдар салып, қайтып оралдым. Осында ашқалы жатырсыздар. Иә. Онда тігін машиналарын қонақ бөлмеге қоюға болады екен. Біз осында қойсақ дегенбіз. Өйткені бұл бөлмеге жарық жақсы түседі. Мұнда манекендер қоямыз, ал ортаға эскиздер салуға арналған үстел қою керек. Мен бірнеше фирмаларға тігін машиналарының бағасы туралы
сұраулар жібердім. Жауабын бергенде салыстырып көреміз. Біз Іңкәр екеуміз серіктеспіз. Оның бәрін барып бірге таңдап көреміз. Біздің серіктесіміз жоқ. Біз өз қаржымызды құйып, өзгелерге жұмыс береміз. Бұл істің басында Іңкәр тұрады. Біз олай келіспедік. Онда қазір келісеміз. Солай емес пе, Іңкәр? Бұл ательенің тұтынушылары жергілікті жердегі ең ықпал отбасылар болады. Ондай таныстар менде жеткілікті. Ал ең бірінші тұтынушыларыңыз мен боламын. Ерқанат екеуміз Еуропаға саяхатқа шыққалы жатырмыз. Бізге сол сапарға 8 түрлі киім керек. Сол тапсырысты сіздерге бергелі жатырмын. Бұл өте жақсы бастама. Бастамаларыңыз құтты болсын. Шай ішпедің ғой. Тәбетім жоқ. Мен сенімен сөйлесуім керек. Ақерке сенің үлкен мүмкіндігің.